хотелкалар деген сөз бар ғой бізде. Ұстаз, хотелкаларымды сұрасам бола ма күйеуімнен ақша? Не ол хотелка? Өзімнің қалауларым. Оның ішінде не бар? Шуба бар, iPhone 17 бар, сушилар бар, я. Жалпы мұқтаждығың бар ма? Жоқ, просто өзім хотелкам ол мен. Алтын бірлям. Ханымдар, бұл хотелкаларыңыз сіздің жүрегіңіздің, жаңағы айттық қой, бұл әскерлер кейде бағынбай кетуі мүмкін. Бұл ана сәл еркіндеу әскер. Ана сырттағы әскерлер, жүректің әскерлері, ол кәдімгі итағат етеді. Тек оған жақсылап тамақтандырып, денсаулығына қарасаңыз болды. Бірақ ішкі қалаулар нәпсінің, шайтанның азығына кетіп қалады. Сіздің қалауларыңыз жүректің шынайы қалауы ма, қалау емес па? Шуба киюге болады, iPhone 17 ұстауға болады, болмайды демеймін. Бірақ мақсат біреуді басып өзу болса, болмайды ұстауға. Ханымдар, сіздің қалауыңыз не? Ол сізді жәннатқа жетелей ма, жетелемей ма? Сізді жақсылыққа жетелей ма жалпы? Жүректің қалауы еш уақыт адам жамандыққа жетелемеу керек. Білесіздер ма, ақыретте дүние қандай бейнеде келеді? Біздің жалмауыз кемпірдің мысалы қайда шыққан өзі? Жалмауыз кемпірдің шындығы бар. Мен сізге жалмауыз кемпірдің шындығын айтайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадис келтіреді. Ақыретте дүние бар ғой, мына дүниеміз, біздің жаңа артынан қуалап жүрген дүниеміз, көз жасы өте қорқынышты бетін жапқан әйел ретінде, кәрі кемпір ретінде келеді дейді. Сол кезде адамдар бетін ашқан кезде қорқады дейді. Бұл кім? Не деген ұсқынсыз адам деген кезде, бұл сендердің дүниелерің. Туысқандық қарым-қатынасты үздірген, Алладан алыстатқан, адамдармен араздастырған дүниелерің дейді екен. Бұл дүниені тозаққа тастаңдар дейді екен. Әлгі әйелді тозаққа тастаған кезде менің ғашықтарым қайда деп айтады дейді. Мен бірге кетемін ол деп айтады дейді. Оған ғашық болғандарды онымен бірге қосып жүремін дейді. Тағы да бір қисса келеді. Иса алейхиссалам бір күні келе жатқан кезде бір кемпірді көреді. Дүние оның өте ұсқынсыз әйелдің кейпіне келеді. Сонда Иса алейхиссалам сұрайды: сенің қанша күйеуің бар дейді. Сан жетпейді дейді. Олардың көбісі сені өлтірдің ба, өз ажалдарымен өлді ма дегенде, көбісі мені өлтірдім дейді. Қандай өкінішті дейді. Сенің сондай бір қатыгездігің болса да, олар саған сонша ғашық дейді. Иә, олар маған өте ғашық дейді. Бұл жерде әйел деп тұрғаны бұл дүние, оның күйеулер деп тұрғаны оған ғашық болып, соның соңынан жүгіріп жүрген адамдар дейді.